Ассалаумағалейкум достар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Ерғали Арынов. Бүгін біз сіздермен бірге өткен сабақтар бойынша алған мәліметтерімізді, алған білімдерімізді қорытындылайтын боламыз. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз қорытындылау сабағы болып табылады. Сонымен достар, біз сіздермен бірге бағдарламаның құрылымы бойынша біз қорытынды жасап өтейік. Біз білдік, бағдарламада ең бірінші бағдарламаның атын көрсетіп кетуіміз керек болатындығын. Әрине бұл бағдарламаның атын көрсету міндетті емес нәрсе екенін де білдік, алайда көрсетіп өткеніміз жөн болады. Сонымен тағы да біз сіздермен білген нәрсеміз, осы бағдарламаның атауын бағдарламаның қандай мақсатта құрылып жатқанына сәйкес қою керектігін де біз сіздермен бірге білдік. Сонымен естеріңізде болса, бағдарламаның атауын біз программ қызметші сөзі арқылы сипаттайтын едік. Ал одан кейін бағдарламаның атауын біз көрсететін едік. Сонымен одан кейін бізде бағдарламаның атауын көрсеткеннен кейін бізде сипаттау бөлімі жүретін еді. Естеріңізде болса, сипаттау бөлімі жайлы қорытындылап айтатын болсақ, жалпы бағдарлама басталғанға дейін осы біздің бағдарламамызда қолданылатын мәліметтердің барлығы осы сипаттау бөлімінде көрсетіліп кетуі керек. Яғни сіз бағдарламаңызда не қолданасыз, оның бәрін біз алдын ала көрсетіп қоюымыз керек болады. Осы іс-әрекеттерді біз осы сипаттау бөлімінде көрсететін едік, естеріңізде болса. Сонымен сипаттау бөлімінде айнымалылар, тұрақтылар, таңбалар, типтер, процедуралар мен функциялар осы сипаттау бөлімінде көрсетіледі. Әрине, бұлар жайлы біз алдағы уақыттарда бейне сабақтарымызда айтатын боламыз. Жалпы сипаттау бөлімінің мақсаты осындай. Ал одан кейін бізде begin end қызметші сөздері жазылу керек. Яғни бұл бізде естеріңізде болса, бұл операторлар бөлімі деп айтқан болатынбыз. Жалпы бағдарламаның негізгі коды, яғни бағдарламада орындалатын негізгі іс-әрекеттер осы begin end сөздерінің арасында жазылады. Яғни операторлар бөліміне жазылатын еді. Сонымен бізде begin деген сөз осы негізгі бағдарламаның басталғандығын білдіреді. Яғни begin сөзін бағдарламада begin сөзін жазбай кетсеңіз, ол бағдарламада сізге қателік туралы хабарлама беріледі. Бұл begin сөзі бағдарламада көрсетілуі міндетті негізгі сөз. Сонымен end сөзі бұл бағдарламаның аяқталғандығын білдіреді. Оның соңына біз нүкте қоямыз. Сонымен бағдарламада бұлардан да басқа begin end сөздері болуы мүмкін. Бұларды негізінен блок деп атайды. Бұлар жайлы да біз алдағы бейне сабақтарда айтатын боламыз, әлі көп сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бізге қазір керегі негізгі бағдарлама осы begin сөзінен басталып, end сөзінен аяқталады. Сонымен достар, түсініктемелер жайлы да қорытынды ой қозғап өтейік. Біз алдағы өткен сабақтарымызда түсініктемелердің өте пайдалы екендігін біз сіздермен бірге білдік. Енді түсініктемелер туралы тағы да бір қосымша мәліметтер айтып кеткеніміз жөн. Түсініктемелердің бізде бағдарламада екі түрі болады. Біріншісі бір қатарлы, екіншісі көп қатарлы. Бір қатарлы деп жатқанымыз біздің мынау осы уақытқа дейін бағдарламамызда қолданып келген түсініктеменің түрі осы бір қатарлы түсініктеме деп аталады. Ал енді екінші түрі ол көп қатарлы деген түсініктемелер бар. Енді сұрақ, қайсысын қай кезде қолданамыз деген сұрақ туады. Негізінен қысқаша бір мәліметтер болатын болса, яғни іс-әрекет жайлы қысқаша бір теориялық анықтамалық мәліметтер болатын болса, онда оны бір қатарлы түсініктеме ретінде көрсетіп кеткен дұрыс. Ал егер сіздің анықтамалық мәліметтеріңіз өте көп болатын болса, оны сіз көп қатарлы түсініктеме ретінде көрсетіп кеткеніңіз жөн болады. Мысалы үшін мынау бағдарлама атауы, сипаттау бөлімі деген мынау қысқаша мәліметтер, бұларды біз мынандай бір қатарлы түсініктемелер ретінде жазуымызға болады. Яғни алдына мынандай белгіні қойып, бір қатарлы түсініктеме ретінде жазуымызға болады. Ал егер сіздің мәліметтеріңіз көп болса, онда оларды сіз көп қатарлы түсініктеме ретінде жазасыз. Көп қатарлы түсініктеме мынандай жүйелі жақшалардың ішіне жазылады. Міне, мынау бірінші түрі бір қатарлы, ал мынау екінші түрі көп қатарлы түсініктеме. Енді осының ішіне қанша сөз жазсаңыз да барлығы түсініктеме ретінде қабылданады. Жалпы. Міне осындай пайдасы өте зор түсініктемелердің.
Алдағы уақытта да біз осындай көп қатарлы түсініктемелерді бағдарламада пайдаланатын боламыз. Жалпы түсініктемелер жайлы айтатыным осы. Сонымен достар, келесі кезекте біз типтердің, айнымалылардың және тұрақтылар жайлы бірнеше қорытынды ой айтып өтіп кетейік. Қазір біз сіздермен бірге типтердің кейбір ерекшеліктері туралы сөз қозғайтын боламыз. Бізде 3 айнымалы бар және де бір тұрақты бар бағдарламамызда. Мына жерде қарапайым іс-әрекеттерді орындап көрейік. Қазір біз сіздермен бірге А айнымалысының мәніне 4-ті, ал Б айнымалысының мәніне 2-ні меншіктейміз. Және сол сандарды осы екі санды бір-біріне қосып, алып, көбейтіп, осы С айнымалысына жазамыз және де оларды нәтижесін көреміз. Орындап көрейік. Міне, ең бірінші 4 және А және Б айнымалысы, яғни 4 және 2 қосылып, нәтижесі 6 болып, С айнымалысына жазылды және біз оны экраннан көріп тұрмыз, мына оператор арқылы. Бұдан кейін екеуін алып, экранға шығарсақ 2 деген мән шығады. Ал екеуін көбейтіп, С айнымалысына жазып, С-ны экранға шығарсақ, бізде 8 деген мән шығады. Бұл жерде 4 және 2 деген ол бізде бүтін сан, екеуін қосқан кезде нәтижесінде бүтін сан шығады, яғни 6 ол бүтін айнымалыға жазылады. Бүтін типті айнымалыға жазылады. Дәл сол сияқты іс-әрекеттер мына үшеуінде де орындалады. Ал енді біз мынандай іс-әрекет жасап көрейік. Енді осы екі санды біз бір-біріне бөліп көрейік. А бөлінген Б. Және нәтижесін біз экранға шығарып көрейік. Біздің ойымызша бұл жерде 2 деген сан шығу керек. Бірақ көріп тұрғанымыздай, бұл жерде бізде компилятор бізге қателік туралы хабарлама шығарып тұр. Бұл деген сөз негізінен біздің ойымыз бойынша бұл жерде 4 пенен 2 бөлініп, нәтижесінде 2 деген сан шығып, ол сан С айнымалысына меншіктеліп, нәтижесінде бізде 2 деген сан шығу керек еді. Бұл жерде осы жерде типтердің ерекшелігі міне осы жерде көрінеді. Негізінен Паскаль тілі осы типтерге өте сезімтал тіл болып келеді. Бұл жерде негізінен 4-ті 2-ге бөлген кезде, яғни бір санды бір санға бөлген кезде бізде бүтін типті сан емес, нақты типті сан шығады. Оны былай түсіндіруге болады. Мысалы үшін, қараңыздар, біз С деген айнымалыға мәнді жазып жатырмыз ғой. Ал енді біздің шыққан мәніміз 4-ті 2-ге бөлген кезде компилятор оны мынандай бүтін типтегі сан емес, бүтін типтегі 2 емес, нақты типтегі 2 деп қабылдайды. Яғни мынандай типтегі 2 деп қабылдайды. Міне, осындай типтегі 2 деп қабылдайды. Бұл деген сөз, бұл нақты сан болып есептеледі 2. Ал біз білетініміздей, біз мәнді С айнымалысына жазып жатырмыз ғой. Нақты типтегі санды біз, бұл деген сөз, нақты типтегі санды біз С айнымалысына жазамаймыз деген сөз. Себебі оның типі бізде бүтін сан. Яғни С айнымалысына тек қана бүтін санды сақтауға ғана рұқсат беріледі. Ал біз нақты типтегі санды оған біз жаза алмаймыз. Міне дәл осы іс-әрекет осы жерде көрініп тұр. 4-ті 2-ге бөлген кезде нақты типтегі 2 шықты, ал ол санды біз С айнымалысына жаза алмаймыз. Типтердің кейбір ерекшеліктері міне осы жерде. Ал қалған іс-әрекеттердің бәрінде бүтін типті сан шығады, оны біз С айнымалысына жаза береміз. Ал дәл осы бөлу амалына келген кезде, бөлу амалының нәтижесі бізде нақты типті сан болады. Міне осындай ерекшеліктер бар. Бұдан біз бұндай жағымсыз іс-әрекеттен құтылу үшін біз С айнымалысының мәнін біз негізінен нақты деп көрсеткеніміз жөн болады. Не болмаса үшеуінің де типін нақты қыламыз, не болмаса мән сақталатын айнымалыны біз нақты типті көрсетеміз. Мысалы үшін нақты тип бізде қандай тип еді? Real деген нақты тип бар. Ал енді орындап көрейік. Міне көріп тұрғанымыздай, С айнымалысының мәні енді С айнымалысына енді нақты типтегі сандар да, бүтін типтегі сандар да жазыла береді. Яғни бүтін типтегі сандар да, нақты типтегі сандар да осы С айнымалысына жазыла береді. Ол жөнінде ешқандай кедергі туындамайды. Міне осы нәрселерді ескеріп жүрген жөн. Егер бағдарламаңызда теориялық тұрғыдан осындай нақты типтегі сандарды бөлген кезде, мысалы үшін бөлу амалын қолданған кезде нақты типтегі сандар шығатын болса, онда оларды сақтайтын айнымалыны сіз нақты типті етіп көрсеткеніңіз дұрыс болады. Енді өзіңізде шамалы есептеп көресіз ғой, теориялық түрде. Егер нақты типті сан шығатын болса, онда оны сақтайтын мәнді сіз
нақты типтегі айнымалы етіп көрсеткеніңіз дұрыс болады. Ал енді достар, біздің келесі орындайтын іс-әрекетіміз сандардың бүтін бөлігін және қалдық бөлігін есептеу операциялары. Сонымен қазір мен аларды өшіріп тастай салайын. Бүтін бөлік, қалдық бөлігін табу негізінен бағдарламада өте керекті операциялар болып табылады, іс-әрекеттер болып табылады. Олардың көмегімен көптеген іс-әрекеттерді біз алдағы уақытта жасайтын боламыз. Жалпы қалдық бөлігін, бүтін бөлігін табу негізінен былай жүзеге асады. Сонымен санның бүтін бөлігін немесе қалдық бөлігін табу үшін div және mod деген операторлар қолданылады. Div және mod деген операторлар қолданылады. Бұл екеуін қолдануын біз қазір сіздермен бірге көретін боламыз. Сонымен бастайық. Әрине бізге тағы бір қосымша бір айнымалы керек болсын. D деген айнымалын біз жариялап қояйық мына жерге. Сонымен біз бүйтеміз. D айнымалысына A div 2 деп жазайық. 2 емес, B деп жазайық, Сонда бұл жерде не істейді? 4-ті, бұл әрекет не істейді? 4-ті 2-ге бөледі. Соның бүтін бөлігін осы D айнымалысына жазады. Экранға қазір D айнымалысын шығарып көрейік. Бізде не болатын? D, Ал енді дәл осы сияқты осы әрекетті көшіріп алайық. Енді mod операторын қолданайық. Div емес, енді mod. Ал енді D-ның мәнін қайтадан біз экранға шығарып көрейік. Міне, бізде не орындалады екен, қазір көрейік. Біріншісінде 2 деген мән шықты, екіншісінде 0 деген мән шықты. Бұл операторлар қалай жұмыс істейді жалпы? Оның жұмыс істеу принципі мынандай. Бізде 4 деген санға бізде A айнымалысы, 2 деген санға B айнымалысы жауап береді. Енді 4-ті 2-ге бөлген кезде 4 div 2 деп жазылған кезде мынандай әрекет болады. Бірінші 4-ті 2-ге бөледі. 4-ті 2-ге бөлген кезде оның бүтін бөлігі бізде 2 болады, ал оның қалдық бөлігі бізде 0 болады. Div операторы міне осы бүтін бөлікке жауап береді. Яғни 2 деген сан міне осы 4-ті 2-ге бөлген кездегі бүтін бөлігі осы. Сонда бізде D айнымалысына бірінші 2 деген мән меншіктеледі де, одан кейін оны біз экранға шығарамыз. Ал одан кейін қалдықты есептеу операторы mod былай жұмыс істейді. Біз жаңа div операторы арқылы бүтін бөлігін алсақ, бізде mod операторы ең соңғы қалдық бөлігін алады. Яғни 4-ті 2-ге бөлген кезде 2-ден тиеді де, бүтін бөлігі 2 болады да, ал қалдығы бізде 0 болады. Сондықтан да бізде D деген айнымалыға 0 меншіктеледі де, экранға 0 шығады. Бұл өте сондай пайдалы іс-әрекеттердің бірі div mod операторы. Әрине осыны біз комментарий ретінде, түсініктеме ретінде жазып қойайық. Естен шығып кетпеу үшін. Санның бүтін бөлігін есептеу, Санның бүтін бөлігін есептеу. Ал мынау санның қалдығын есептеу. Санның міне. Енді бұл div және mod операторлары тек қана бүтін типтегі сандарға ғана қолданылады. Нақты типтегі сандарға сіз div операторын қолдана алмайсыз. Мысалы үшін, мен бүйтіп көрейінші, мынаның типін өзгертіп көре салайын, Нақты типтегі бір тип беріп көре салайын. Мысалы үшін, real типі. Енді мынаның типтерінің бәрі реал болды ғой. Енді нақты сан болды. Орындап көрейін. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қателік шығып тұр. Компилятор бізге айтып отыр. Div операциясы нақты реал типіндегі, яғни реал типіне қолданылмайды деп жатыр. Бұл деген сөз, бұл нақты сандарға қолданылмайды деген сөз. Тек қана бүтін сандарға ғана қолданылады. Міне осындай өте пайдалы операциялар. Алдағы уақытта біз бұлармен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы қорытынды бөлікте осыны мен айтып кеткім келіп жатыр. Әрине бұларды біз константалар, бүтін типтегі тұрақтыларға да біз қолдана аламыз. Мысалы үшін, мынаның орнына біз L айнымалысын жазатын болсақ, L тұрақтысын жазатын болсақ, бізде не шығады? Яғни 10-ды 2-ге бөлген кезде бізде бүтін бөлігі 5 болады, ал қалдығы 0 болады. Бізге қалдығы керек емес, бүтін бөлігі керек, сондықтан бізде экранға 5 саны шығады. Сонымен достар,
мен сіздерді Pascal бағдарламалау тіліндегі тағы да айнымалылармен жұмыс жасауға болатын тағы да маңызды операторлармен таныстырғым келіп отыр. Бұл операторлар негізінен айтпай кету мүмкін емес бұл операторлар жайлы. Сонымен ол операторлардың біріншісі мына меншіктеу операторына байланысты. Меншіктеу операторының мынандай түрі бар. Мысалы үшін сіздер алдағы уақыттарда бағдарлама жазған кезде осындай жазуларды негізінен кездестіретін боласыздар. Мынау операторды өте пайдалы оператор. Бұның мағынасы мен қазір орындап көрейін, түсінесіздер не екенін. Экранға шығарып көрейік нәтижесін, right а айнымалысын экранға шығарып көрейік. Не болды? 14 болды. Бұл деген сөз а айнымалысының мәні басты тақтада 4 еді ғой. Мына оператор осы а айнымалысының ішіндегі мәнді мынау мәнменен қосып, осы нұсқаудың нәтижесін қайтадан а айнымалысына жазады. Демек, 4 қосылған 10, 14, 14 қайтадан а айнымалысына жазылды. Міне осындай өте пайдалы оператор. Мысалы үшін тағы да егер бүйтіп жазатын болсақ, мысалы үшін а плюс тағы да 10 дейтін болсақ, бізде нәтиже қанша шығу керек? 24 шығу керек. Міне 24 шықты. Басында мына 14 жазылған еді, а айнымалысына сақталып тұр. Енді 14 мына жерге келеді қайтадан. Ол 10 мен қосылады да, осы нәтиженің осы нұсқаудың нәтижесі қайтадан кері а айнымалысына жазылады. Міне осындай пайдалы меншіктеу операторы. Енді әрине бұл жерде ортасында плюс емес, көбейтуде болуы мүмкін, алуда болуы мүмкін. Дәл сол процесс жүреді ол жерде де. Мысалы үшін мынаны алу қылатын болсақ, -6 болады. 4-тен 10 алынады, -6 қайтадан а айнымалысына жазылады. Міне осындай өте пайдалы оператор. Енді айтқым келген екінші оператор ол инкремент деп аталады. Инкременттің жазылуы мынандай. Inc параметрінің ішіне біз айнымалын жазатын боламыз. Мысалы үшін енді b айнымалысымен жұмыс жасайық. Бұл деген сөз инкремент, бұл бірге арттыру деген сөз. Қазір мен жұмыс принципін көрсетейін. Комментария жазып қоя салайық, түсініктеме. Инкремент деген сөз мына b айнымалысының мәнін бірге арттыр деген сөз. Міне, қазір нәтижесін көрейік экранда. Не болып кетті? Сонымен бізде b айнымалысының мәні басты тақпыда 2 еді. Инкремент операторын қолданғаннан кейін, яғни инкрементация дейді. Осыны қолданғаннан кейін b айнымалысының мәні бізде 2-ге артты. Енді бұл инкрементацияны жазу мағынасы мынаған келеді. Мынандай жазуға келеді. b плюс 1 деген жазуға келеді. Міне. Демек, b айнымалысының мәні бастапқыда 2 еді. 2 мен 1 қосылды да, бірге осы нұсқаудың нәтижесі қайтадан b айнымалысына жазылды. Инкрементация деген осы, міне, бірге арттырады. Бұлар өте пайдалы операторлар. Енді үшінші айтқым келген оператор ол декрементация. Осы операторға кері. Декрементация. Бұл деген сөз мәнді бірге кемітеді деген сөз. Қайтадан b айнымалысымен жұмыс жасайық. Қазір мен түсініктеме ретінде жазып қоя салайын. Декремент. Бұл енді тура мынандай жазуға тура келеді. b минус 1. Міндетті түрде 1, басқа сан емес, яғни бірге арттыру, бірге кеміту. Орындап көрейік. Міне мына жерде инкрементация арқылы b-ның мәні бірге артты, яғни 3 болды, ал қайтадан енді декрементация арқылы b айнымалысының мәні қайтадан 2 болды. Демек, 3 мына жерге келді, бірден алынды, қайтадан сол мән кері мынау b айнымалысына жазылды. Осы процестер мына жерде жүріп жатыр. Міне осындай маңызды операторлар. Әрине бұл операторларды біз алдағы уақытта циклдарда пайдаланатын боламыз. Негізінен көбінесе циклдарда қолданылады бұл операторлар. Өте пайдалы операторлар. Міне осындай операторлар бар. Сонымен достар, біз естеріңізде болса, өткен сабақтарымызда бағдарламада кез келген бір айнымалының болсын, тұрақтының болсын атауын берген кезде, оны біз өзімізге түсінікті атау бергеніміз дұрыс болатындығын айтқан болатынбыз. Жалпы сол беріп жатқан атауларымыз, яғни мынау ғой біздің атауларымыз, L, A, B, D, S деп атқанымыз, бұлардың бәрі атаулар,
Міне осыларды біз атауларды мынау кәсіби тілде идентификаторлар деп атайды. Идентификатор деп жатқанымыз осы атаулардың өзі. Жалпы идентификаторларды бағдарламада біз өзімізге түсінікті атаумен атағанымыз жөн. Яғни түсінікті деп жатқанымыз, мысалы үшін бағдарламаның атын сол бағдарлама қандай мақсатта құрылып жатыр, соған сәйкес құрғанымыз жөн. Мысалы үшін мынау біздің бағдарламамыз қорытынды бейне сабаққа арналған бағдарлама, сондықтан мен бағдарламаның атын қорытынды сабақ деп алдым. Және де осы идентификаторларды қолданған кезде бірнеше ерекшеліктер бар. Мысалы үшін оларды латын әріптермен жазу керек. Одан кейін идентификатордың басын сандармен бастауға болмайды. Мысалы үшін қараңыздар. Міне көріп тұрсыздар ма? 4 кезесті идентификатор күтілген еді деп жатыр. Идентификатор дегеніміз міне осы атау. Яғни сандардан бастауға болмайды. Одан кейін оларды арасын бос орынмен жазуға болмайды. Мысалы үшін қараңыздар. Міне. Егер де сіздің атауыңыз бірнеше сөзден тұратын болса, онда олардың арасын бос орынмен емес, мынандай төменгі белгілеу белгісімен ажыратып қоюларыңызға болады. Бұларды сіздер мынандай сызықшамен ажырата алмайсыздар. Яғни мынандай белгілеу төменгі белгілеу астын сызу белгісімен ажыратуларыңызға болады. Сондай-ақ өзімізге түсінікті атау ретінде бергеніміз жөн. Мысалы үшін мынаның атын біз әрине кез келген атаумен атауымызға болады. Мысалы үшін былай да атап кетуімізге болады. Әрине бұл өзімізге түсініксіз. Орындап көрейік. Міне ешқандай қате жоқ, ешқандай қате шығарып тұрған жоқ. Яғни былай да атауға болады, бірақ та бұлай атау ешқандай мағынасы жоқ болып тұр. Яғни біз өзімізге түсінікті мағынаны қолданғанымыз жөн. Солай ғой. Әрине бұл тек ғана осы атауға ғана байланысты емес, бағдарламаның атауына ғана байланысты емес, сондай-ақ осы айнымалылар, тұрақтылар, бағдарламада қолданылатын, кейін алдағы бейне сабақтарда өтеміз, функциялар, процедуралар мен функциялардың атауларын да осындай түсінікті атаумен, түсінікті идентификаторлармен атағанымыз жөн. Міне осындай ерекшеліктер бар. Сонымен бүгінгі біздің қорытынды бейне сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біз сіздермен бірге шартты операторды өтетін боламыз, if шартты операторын өтетін боламыз. Зейін салып, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.